Халықты індеттен аман алып қалудың жалғыз жолы екпе алу. Бүгін облыстық әкімдікте өткен жиында аймақ басшысы Серікбай Тұрымов өңірдегі екпе егу жұмыстарының төмен екенін айтты. Қала және аудан әкімдерінің вакцинациялауға қатысты атқарылып жатқан жұмыстарын сынға алып, оларға екпенің маңыздылығын халыққа жеткізіп, ұйымдастыру жұмыстарын күшейтуді қатаң тапсырды. Айта кету керек, қазір індетке қарсы екпені алу үшін емханаларға барудың қажеті жоқ. Мамандар тұрғындардың үйлеріне барып вакцина салу жұмыстарын бастап кетті. Мына вакцинацияға байланысты әкімдер вообще жұмысты қойған. Ешқандай жұмыс жоқ әкімдер тарапынан. Өткен аптада мен 3 әкімге сөгіс жарияладым. Ары қарай ол сөгіс тағы да жалғасатын болады. Егер мына жұмыс жүрмейтін болса. Біз халықты аман алып қалу үшін, халықтың денсаулығын сақтау үшін бір ғана жолы бар. Ол тек қана екпе жұмыс. Бұл жұмыс өте төмен. Екінші мәселе білім ордаларындағы қауіпсіздік мәселесі. Қазіргі таңда облыс бойынша 141 мектепке 567 бейне бақылау камерасы орнатылды. 74 мектеп полиция департаментінің орталығына қосылып, 132 мектепке дабыл түймесі қондырылған. Сондай-ақ індеттің алдын алу мақсатында өңірдегі барлық білім ордаларында толықтай ашық жүйесі іске қосылды. Медпункттарымыз жұмыс жасау керек міндетті түрде. Таңертең кешке дейін барлық жерде медпункттарымыз бар ғой, мектептерде. Түгел жұмыс жасау керек. Әрбір жаңағы желдететін, тазалайтын құралдарымыз әрбір сынып сайын болу керек. Толықтай қамтамасыз етілді. Толығымен осының барлық қамтамасыз етілу керек. Мен кеше 1-2 мектепте болдым, енді негізінен дайындық бар мектептерде. Енді ең бір біздің қол жеткізгеніміз мына 100% мұғалімдерді жаңағы екпе жұмыстан өткіздік. Бұл жөнінде жұмыс жасалды. Жиында өңір басшысы облыстағы ауыр жүк көліктері жүретін жолдардың сапасын сынға алды. Ауыр жүк таситын көліктер жолдың сапасына әсер етеді. Сондықтан карьерлерден шығатын жүк көліктерінің салмағын қоймадан шықпас бұрын арнайы тексерістен өткізіп жіберу керек деп жауаптыларға тиісті тапсырмасын берді. Аяулым Серікқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Қоблан Тәжібаев, Ақтау Ньюс.